Al Қазақстан тарихында яғни Қазақстанның ежелгі адамдардың өмір сүрген ортасы туралы еститін боламыз, танысатын боламыз. Жақсы. Олай болатын болса, мына жерде бір оқушы келсе, иә маған? Пиаготпен әрқайсының жеке сот білең бар ма қолдарыңда? Не, мына пиаготпен кез келген яғни біреуін пиаготпен басамыз, иә? Яғни сен ежелгі заманда кім болар едің дейді. Егер сен сол заманға өтіп кеткен кезде кім болар едің? Ашау. Яғни бұл арада аңшылық туралы тұр екен, иә? Аңшылық туралы. Бұлай болатын болса, яғни сен аңшылық туралы не білесің? Аңшылық туралы. Аңшылық деген не? Алғашқы адамдар не істеді? Аң аулады. Жамылды, төсеніш қылды, иә? Жақсы. Келесі бала тағы. Басамыз, кез келген біреу басып тұрып. Апа, түсінішіп болсын. Басау. Бұл арада, балдар, егіншілік туралы тұр, иә? Егіншілік. Бұлай болатын болса, егіншілік дегеніміз не? Егіншілік дегеніміз, яғни, адамдар егіншілікпен айналысады. Яғни, біз білеміз, иә? Жақсы, аңдар таусылғаннан кейін, яғни бізде алғашқы кезеңде жаңағы мұз басу дәуірі болды, иә? Жаңағы, одан кейін, сол мұз басып кеткеннен кейін аңдардың бәрі жойып кетті де, содан кейін не болды? Адамдар не істеді? Адамдар өзгергеннен кейін олар не істеді? Егіншілікпен айналысты, иә? Жақсы, отыра ойында. Енді олай болатын болса, бүгінгі біздің тапсырмамыз, біз екі топқа бөлінеміз, иә? Бірінші топ дейміз, бірінші топ, және екінші топ. Енді осы топтардың ішінде менде қоржынға барамыз да, әрқайсымыз бір сөзді аламыз. Ішінде қайсысы? Бір сөзді аламыз, әрқайсымыз. Садақ дейді. Садақ қай неге жатады? Садақтар бір топқа бірігеміз, бірінші топқа бірігеміз. Молодец, керемет. Ит болса, ит дегеніміз екінші топқа барамыз, садақ дегеніміз неге барамыз? Бірінші топқа барамыз. Күрек дегеніміз күрек дегеніміз мияққа келеміз. Жақсы, болды. Сенікі? Болды, керемет. Күрек дегеніміз міне. Ит пен күрек. Бала, тыңдайықшы, ит пен күрек неге байланысты айтып деп ойлап тұрмыз? Ит пен күрек неге байланысты? 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 Кім айтады? Ит пен керемет. Кім айтты? Керемет. Аңшылық емес. Ит дегеніміз алғашқы кезде адамдар нені қолға үйретті деді? Итті қолға үйретті. Ал бұл неге жатады? Яғни сол итті қолға үйрету арқылы олар қандай шаруашылықпен айналысып еді? Мал шаруашылығымен дұрыс, керемет. Олай болатын болса, жаңағы не деген отырғанымыз? Егін шаруашылығы, екінші топ сендерді, ғана қылыс қоя қой. Сендерді аңшы керішілік болады. Яғни садақ деген жаңағы, тағы не бар? Күрек деген тас құралдар дегеніміз, олар неден пайда болды? Аңшылық дегенде тас дәуір кезінде, олай болса. Жақсы, олай болатын болса, біз топқа жақсы бірігіп алды. Келесі видеоны өшірдік. Жақсылап тыңдап отырамыз, балалар, иә? Назар аударып отырамыз. Өйткені осы видеоролик арқылы біз бүгінгі сабағымызға шолу жасаймыз. Сол арқылы арманға тапсырмаларды орындап отырамыз. Ежелгі адамдар егіншілікпен және аңшылықпен айналысқан.
жеміс жидектерді жерге жарамды өсімдік тамырларын жинаған. Ірімшіліктен неолит дәуірінде егіншілік пайда бола бастады. Адамдар жерге түскен дәннен жаңа сабақтың шығатынын байқаған. Содан өсімдіктерге күтім жасап, өнім алуды үйренді. Адамдардың еңбегі өнімді болып, артылған өнімнен қор жинау мүмкіндігі туды. Тастан тас шапқа, қырғыш, кескіш сынды еңбек құралдарын жасауды үйреніп, оларды шаруашылықта пайдаланған. Осылайша, ежелгі адамдар үздіксіз еңбектенудің арқасында жануарлар дүниесінен көрініп шығып, табиғатқа тәуелділікке құтылған. Адамдардың топтасып тіршілік етуі, еңбек құралдарын жетілдіріп отыруы және осыны пайдалануы эволюцияның басы болды. Осылайша, алғашқы қауымдық құрылыс, рулық қауым, тайпалық одақтар құрыла бастады. Ұзақ әрі күрделі даму кезеңінен өткен адамдар еңбек етуді үйренді. Өндіруші шаруашылықты қалыптастырып, металл өңдеуді игерді, еңбек құралдарын, қаруларын жетілдіріп, өмірлерін пайдалықтай жеңілдетті. Ерте темір дәуірінде ауа райы өзгерді. Адамдар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, өмірлерге үлкен өзгеріс әкелді. Малшылар мен егіншілер арасында өлім айырбасы болды. Темір дәуірінде сарма, үйсін, арлы, құқыл тайпалық одақтары болды. Олардың қоғамдық құрылымы мемлекеттік деңгейге жетті. Өркениеттің даму тарихында Ұлы Жібек жолының алар орны да ерекше. Ұлы Жібек жолы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің бойынан басталып, Қазақ жері арқылы Қара теңіздің солтүстік шығыс бөлігіне. Ұлы Жібек жолы сауданың дамуымен қатар рухани мәдениеттің ғылым мен өнерде ерекшелік дамушылық байқалды. Осы жол арқылы миссионерлер өз діни білімдерін. Ұлы Жібек жолының қайта жаңғырту идеясы қолға алынып, Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансқұрылымдық автомобиль жолдары салынған. Жақсы, балалар. Яғни бұл бізде жаңағы сабағымызда видеороликте не көрдік, не байқадық? Яғни Ұлы Жібек жолын байқадық, иә? Сосын Ұлы Жібек жолы туралы айтты. Сосын нелер? Егіншілер туралы айтты, малшылар айтты, терімшілік туралы айтты, аңшылық туралы айтты, иә? Яғни сол видео арқылы біз нені көрдік? Яғни не жасап көрдік? Ежелгі адамдардың өмір сүрген ортасына саяхат жасап көрдік видео арқылы, иә? Енді соны арман қарай, сол видеода не үйрендік, не білдік, соны арман қарай істейміз, жасаймыз, иә? Олай болатын болса, бірінші біздің осы бүгінгі сабақ Қазақстан жаңағы ежелгі қазақ еліне саяхат болғаннан кейін мен сендерге мынандай не жасап алып келдім. Яғни саяхатты біз кемемен жасауымыз мүмкін, иә? Пойыз жолдармен жасауымыз мүмкін, иә? Яғни мына қай жерге түскен болады. Франкфуртты білеміз, иә? Яғни ежелгі Қазақстанға саяхат қайтқан. Енді олай болатын болса, бүгінгі неміздің басты несін қояйын, иә? Яғни бұл арада бізде қандай станция екен ана көреміз. Яғни бұлай болатын болса, бірінші станциямыз біздің, яғни бекетіміз дейміз, бұл бізде шаруашылық деп аталады. Жаңа біз видеоны көру барысында бұл ұжымдық барлығымыз тапсырманы, бірге тапсырманы кім біледі, соны біз айтуымызға болады, иә? Яғни бұл арада біз не істейміз, шаруашылық станциясында шаруашылық деп аты айтып тұр ғой, біз қандай шаруашылық білеміз? Мал шаруашылығы. Яғни шаруашылық станциясында біз осы ежелгі адамдардың шаруашылығының түрлері, яғни мал шаруашылығымен, егін шаруашылығымен айналысты. Ал бірақ солар осы шаруашылыққа қалай келді? Олар алғашқы кезде мал осылаймен келе қалды ма, сиыр, түйе болып жоқ. Олар нені үйретті деді қолға? Бірінші итті деді. Және сонымен қатар өздерінің аулаған аңдарының несін ұстап қалды деді? Жоқ, терісінен шаруашылық шыға ма? Сол, мысалы, үлкен анасы олар, үлкен болса, оны өздері асыл жеді, ал оны баласы, көлі дейді, мысалы, баласы дейді, мысалы, соны қолға үйрету арқылы олар мал шаруашылығына қалыптасты, иә? Және сонымен қатар шаруашылықта, мал шаруашылығымен қайта қандай шаруашылық бар еді? Шаруашылық деген бар. Керемет, егін шаруашылығы. Яғни егін шаруашылығы да табиғатта дайын күйінде егін шаруашылығы бидайға түсіп тұрған жоқ, иә? Ал олар соған жету үшін не істеді олар?
Аңдардан шығып, егін шаруашылығы шығамай, егін шаруашылығы шығатын жаққа қарай айтамыз. Кәне, егін шаруашылығы неден шығады егін? Жерден қазып. Керемет. Олай болатын болса, олар алғашқы кездегі адамдар нені теріп жеді дедік біз? Нені теріп жеді? Керемет, өсімдіктерді, яғни сол өсімдіктер, жабайы өсімдіктерді жеп отқан кезде, яғни жеуге жарамды, оның дәні не істеді? Кім айтады? Жерге түсіп қалды, яғни сол арқылы олар өсті, яғни соны көру арқылы олар бір нәрсені егу, жерге егу арқылы егіннің пайдаланып азық табатын білді, олар егін шаруашылығы не істеді? Айналысты. Керемет, жақсы, иә? Жақсы. Енді біздің екінші келесі станциямыз не дейді? Еңбек. Келесі ойымыз еңбек ау. Келесі станциямыз не деп аталады? Өздеріңіз тұрғандай. Яғни бұл арада не болуы мүмкін? Не болуы мүмкін дейміз? Ойлап көрейікші. Бұл неге байланысты? Неге? Çünkü adamlar tastan, Керемет. еңбек Yani еңбек құралдары деп айтып тұрғандай, аты айтып тұрғанда, бұл арада адамдардың сол дәуірдегі басталған кездегі еңбек құралдары туралы не істеп тұр? Айтып тұр, иә, еңбек құралдары туралы. Енді олай болатын болса, мен қазір екі топқа жаңағы нені назарыңыз ала отырып, және кітабымыздағы ең соңғы ежелгі Қазақстан саяхат шақырып ала отырып, басшылыққа осының ішін оқимыз әуелі. Соның ішінде қандай еңбек құралдарын пайдаланды және соның міне астында дайын тұр. Соған қарап отырып, не істейміз? Топтық жұмыс жазамыз. Мысалы, иә, түсінікті ма? Яғни әуелі кітаптарымыз оқимыз, ежелгі Қазақстанға саяхат деген бөлімді оқимыз. Соның үшін оқып отырып, міне, бала қарайықшы. Bir kişide nazarsa audarып жіберейік, балды басталмайды, міне Қазақстан деген тақырып алып тұр, соның ішінде еңбек құралдары, яғни алғашқы кездегі адамдардың еңбек құралдары неден жасалды? Тастан. Өйткені ол кезде қажет нәрселердің барлығы не болды? Жоқ. Тағы. Енді тастан жасалса, ол не болады? Тастан жасалған болса, ол тас дәуірі деп аталады. Яғни тас құралдар, яғни сол тас құралдарды пайдалану арқылы олар өздеріне қажетті нәрселерді істеп отыр, жасап отыр. Яғни тас құралдар дейді, өздерінің тіршілікке қажет нәрселерге. Яғни соның ішінде мысалы неше түрлі нәрсе, олар амал болады дедік, олай болатын болса, осылардың пайдаланған құралдарын анараға анықтап жазамыз. Түсінікті ма? Мына нелерінде қарап алайық, берілген тапсырмада яғни сәйкестендіру, яғни қай құрал қай неге сәйкестен, соны астында 1-2-3 деген тоғыз ұяшық тұр, соған мысалы әріптерін саласында. Түсінікті ма? Сосын мен дұрыс жауабын айтар, оны тоқта алмасамыз. Түсінікті ма? Бір жерде. Бес минут уақыт берем, балалар. Сосын арман қарай өзімізге таныс болып. Сондықтан топпен жұмыс жасаймыз. Топпен. Бір-біріміздің білмегенімізді толықтырып тұрамыз. Topta. Егер қосымша мәліметтің осының қасында жазу отыр, яғни осыны оқып отырса, яғни қайсы сөз қайсы сөзге сәйкес келіп, соны астында жазамыз. Қолдарыңызда қосымша материалға қарап отырып жазамыз, иә? Өйткені кітапта толық материал болмауы мүмкін. Бәріміз араласамыз, балдар. Ерекше отырып қалмаймыз. Бәріміз араласамыз.
Yemek kurallarını ne soruyor? Qaysi salalarsa qarashlik salari. Ya'ni yemek kuralları. Ega bilib atsan, ya, yemek kuralları. Qay kuralni o'zini ona so'ni salamiz. So'sa so'ni aytasiz, ya. Yani bitip jasasak da bo'lar hozir. Birinchi misoli bipas va bipas deganimiz ne? So'ni aytib stereotipga o'zini aytibsan. Misoli, ya sadak deydi, sadak qaysi stereotipga video aylanadi. Tushundingmi? So'ni mana aytmaymiz. Bir yo'la ta'qindan yig'lamiz, ya, avvalo o'rindab olamiz. Qanday tushunishma? Agar ana abdini tushungansanda, video 8 players. Stereotip. 15'te ayaktayımız. Bir sakmet vaqtlarım qaldı. Ötkeni bunun barlığı bunun o'tib ketgan sabahlar, bunun barlığı bizga tanış. Albatta adamların kurulusu degan кезде biz bunun barlığını bizde de tanıştık. Canlı sindirdi. Kirmet demek ya. Ko'ngillanmaymiz, o'zimiz жұмысni ishlayveramiz. Bo'lganmiz men atından aytasınlar, öyle ne deb jazaveradi. Kelesi atlar. Tasvirlerde bir nice ağaç kazmış ya, biliyor musun? Kazman sudan sorayız. O kazmışta ne için faydalanıp almışlar ya, soğan kazmış. Kazdım da oldu, soğan da. Soğan ayı da oldu ya. Ne için? Aşağı degenimiz, aşağı degenimiz bir narsenin boyu taşab jasatın narselerdir. Bir ağaçtan misal taşab jasadı deydi o ya, ne jasauı mümkün? Ağaçta orup taşab arkalı. Sonday mağanada verir. Ağaçta taşab orup yetinci bir narseni jasat, zatı jasat çıkarır. Yaxşı, bizning vaqtimiz ayakdalda berilgan.
келген жерімізге қоя қоямыз, иә? Жақсы. Олай болатын болса, бірінші топ пен екінші топ не істейді? Бір-біріне алмастырамыз. Бағалауда. Алмастырамыз. Әуел алмастырып алыңдар, содан кейін айтамын. Иә? Сендер енді мынаны несіне аламыз? Жауабын қарайсыңдар, мынада неше жауапқа жауап бер, сосын соған бағасын қоясыңдар, иә? Ешқандай ештеңе болмайды, өздері. Қайсысы дұрыс, дұрысына белгі қойып отырамыз, мынау дұрыс деп астына белгі қойып отырасың. Астына белгі қойып отырамыз, дұрыс жауаптың астына. Дұрыс жауаптың астына белгі қоямыз. Дұрыс жауаптың астына белгі қоямыз. Дұрыс дегенде енді дұрыс деп белгі қоямыз. Болман жақсы. Не белгілеп болыпты, Алия? Яғни осы топтық жұмыстардың бағалауы 2 жұлдыз. Яғни 2 жұлдыз деп біз екі тілек айтамыз, бір ұсыныстарын айтасың. Мына несі дұрыс па? Дұрыс болса айтасың, мен мынау мысалы несі дұрыс болғаннан кейін мен 2 жұлдыз қойдым дейсің, иә? Айттым, тілек айттым. Одан кейін не ұсынасың? Соны айтасың. Ананың ішінде дұрыс жауабыңа берген сенің ағаң. Екеуі дұрыс болса 2 жұлдыз қойдым. Топтық бағалауымыз, иә? Болды. Сен өздерінің белгілемегесін білмей өтсіңдер. Ішінде дұрыс жауабын беріңдер, ба? Нешеуі дұрыс? Нешеуі дұрыс? Төртеуі дұрыс болса, жақсы. Төртеуі дұрыс дейміз. Жақсы, мынайына балдар. Көрейік. Қайсы топ, бірінші топтың бағасын екінші топ береді. Сонда орныңызда тұрамыз, мен қарап тұрайын. Жақсы. Біз бұл топқа 2 жұлдыз бердік. Иә. Себебі бесіншісі садақ. Жебені атуға арналған суық қару. Ол садақ, ол дұрыс. Келесі. 6D. Қашау. Тесік, науаша оюға арналған құрал. Керемет. Қалғандары дұрыс емес. Сондықтан оған қандай айтасыңдар? Келешекте жақсы дұрыс. Керемет. Жақсы. Келесі. Енді екінші топ. Бірінші топ екінші бағасы. Жақсы. Екінші, жаңа кім сияқты болсыш? Екінші, мысалы, екінші сенде гарпунға не беріліпті? 2 жағында 2 тас пышақ. Дұрыс па? Ол дұрыс емес. Келесі. Үшіншісі бумеранг. Бумеранг. Бумеранг түрі орақ, формалы лақтыру туралы негізінен лақтырылған жеріне қайта ұшып келеді. Ол дұрыс. Сондықтан оған бір не берді? Жұлдыз. Екіншісі түр, балта. Оған С жауабы береді. Адамның алғашқы қолданған құралдарының бірі жерді қоқыстауға қазуға пайдаланады. Дұрыс, керемет. Дұрыс қоя, сабыр барды. Екіншісі садақ. Жебені атуға арналған суық қару. Керемет, жақсы, иә. Екіншісі қашау. Ол неге дым дейді. Дұрыс. Тесік, науаша оюға арналған құрал. Ол дұрыс. Жетіншісі С. Қазу. Сабы ағаштан басылар. Қазу таяғы. Қазу, жеті қазу таяғы. Жеті қазу таяғы. Оған не берілді? С берілді. Иә, оқи ол. Адамның алғашқы қолданған құралдарының бірі жерді қазуға. Содан кейін 8. 8. 2. Оқи ол. Ыдыс дәмді қабылдан ашуға және өңге арналған. Керемет. Енді 9-шы үлгермей қалған, иә? Жақсы, 9-шыға үлгермей қалған. Сондықтан топқа қандай баға бересіңдер? Жақсы, иә, әрі 2 жұлдыз. Ұсыныстарың қандай? Не деп айтасың? 2 жұлдыз барлығын орындап тұр. Тек бірақ неге ғана үлгермей қалған. Сондықтан не деп айтамыз? Уақытты
Сезімдерді тиімді пайдалану керек дейміз. Керемет. Енді бәрімізге түсінікті болу үшін мен кішкентай ғана осы тапсырмаға жаңа ішімізде ортамызда біреу білмейді, сондықтан айтып жіберейін, иә. Бипас дегеніміз мынада енді көзім түскенін айта берейін. Мынада қырғыш дегеніміз тастан жаңағы жасалған қырғыш құрал. Оны неге пайдаланды? Жаңағы алған жануарлардың терісін нестеді қырып, содан көсең іштерін, содан киім істеді, соған пайдаланды деді. Одан кейін дәніп күш деген тұр, дәніп күш деген бізде қазіргі таңда дәндерді не істейді? Үгітеді, немесе диірменге тартып, әжелеріміз одан не дайындайды? Талқан дайындайды, дәніп күштен, дәнді уақыту арқылы, яғни неше түрлі өздеріне қажетті азық ұн дайындауы мүмкін ерте заманда, осындай. Енді мына жерде қазу таяғы жаңа жақсы айтып кетті, ол алғашқы тас құралдардың бірі, оны не істеді? Қазу арқылы жаңа өздеріне қажетті өсімдіктердің түбін қопсыту арқылы немесе сондайға пайдаланды. Қашау деген жаңа айтты, ол жаңа бір нәрседен екінші бір нәрсе зақты ойып жасап шығару. Балта деген жаңа жерді қопсытуға немесе басқа бір нәрсені шабуға арналған дедік. Садақ деген ол алысты атуға, яғни мұзда өріп кеткеннен кейін бізде адам жануарлар несіп кетті, жоқ болып кетті, қашықтап кетті, оны қуып жеп ала алмайды, сондықтан садақ арқылы неседі, жебе арқылы алады. Жақсы, гарпун дегенді түсінбей жатқан шығарсыздар. Гарпун деген ол балық аулауға арналған құрал. Гарпун деген. Одан кейін буммен нат деген ол жаңа орақ тәрізді, анау нені жаңа егінді оратын. Енді жақсы, бұл неде жақсы түсінгеніміз, бір-бірімізден білмегеніміз, білгендерімізден естедік, үйрендік деп ойлаймын. Енді келесі тапсырма бізде жұптық дейді, әр топтың ішінде отыр екеулер бізде жұптасамыз. Сөйтемізде осы жұптасқан адамдар не істейді? Яғни сен өзің бола бер, мен арасында мен өзім деп айтып кетемін. Сен жұптасуға келші, араға. Кімнің қасына келе ғой? Мансұрдың қасына келе. Сен Мансұрдың қасына келе ғой. Яғни бұл арада балдар жұптасқанда, яғни сендерге бұл арада мынандай қазір келесі немізге барып, яғни бұл неге аталады дейміз? Жаңа тапсырмамды бердім. Келесі станция бізде жаңа айтып кетті, келесі станциямыз не деп айтты? Міне, еңбек адамдардың несі кәсібі. Адамдардың кәсібі. Немен айналысты? Қандай кәсіпке айналысты? Бағанадан бері айтып жатқан бәрі. Соның ішінде мына, яғни осы кәсіпке байланысты сендерге сурет берілген, екі сурет осыған 3 сұрақ негізінде жауап жазамыз. Үшеуден артық керегі жоқ, үш сөйлем, адамдар еңбек құралдарына байланысты 3 сөйлем. Тездетеміз. Ойдан. Тездетеміз балдар. Келесі. Жазамыз. Мұны не істеп жатыр? Адамдар үңгірге өздерінің қатқан несін алып келіп жатыр. Аңдарын алып келіп істеп жатыр. Содан жазамыз. Біреу болсын, екеу болсын, әрқайсысын жазамыз. Әрқайсысын жазамыз. Жоқ, жазамыз. Жауап жазамыз. Бірден суретке қарап отырып жауап жазамыз. Яғни суреттегі адамдар не істеп жатыр, соған жауап жазамыз. Толық жауаптарын 3 сұрақ болса, 3 сұраққа жауап жазсаңдар, ол толық болады. Келесі бірінші әкелген аңдарын істеп жатыр. Өңдеп жатыр жаңағыдай. Пісіріп жатыр деген сияқты ғой. Келесі. 3 сөйлем жазсақ, болғанымыз тоқтатамыз, 3 сөйлем жазсақ, болғанымыз тоқтатамыз.
Oldu. Жақсы, уақыт бізде аяқталды. Ауызша айтып сөйлей саламыз, иә? Ана қарай, суретке қарап тұрып ауызша айтамыз. Түсінікті ма? Өйткені біз уақытты, иә. Жақсы. Кім айтады? Жұпта қосаймыз дегенбіз. Дұрыс па жазған? Жазған оқы. Бірінші суретте, бұл суретте аналар олардың терісін етін дайындап жатыр. Екінші сурет. Бұл суретте түрлі құралдар жасап жатыр. Оларды жасап жатқан себебі қорғау үшін немесе Оларды жасап жатқан себебі қорғау үшін немесе анаулар қорғаш. Яғни еңбек құралдарын жасалады, иә? Жақсы, келесі. Екінші суретте адамдар қару жасап жатыр. Жеті адамдар өздерінің қалдықтарынан қару жасайды. Себебі ол кезде сатып алуға мүмкіндік болмайды. Яғни өздері жануарлардан, басқа да нәрселерден қорғану үшін істеді қару-жарақ, яғни жасады, иә? Кәсіпкер қару-жарақ. Келесі, сен Бұл суретте жүйеге адамдар аулаған аттарын жүйеге дайындап жатыр. Бұл суретте жүйеге адамдар тастан құрал саймандар жасап жатыр. Яғни бұлардан түсінгеніміз, яғни оқиға екінші топ. Аңшылықпен айналысты, иә? Жақсы. Екінші оқиға өзіңді. Бірінші суретте ежелгі адамдар олар ана яғни оларды естеген өздерінің аулаған аңдарынан олар өздерінің төсеніштері пайдаланған, иә? Жақсы. Яғни бұларда біздің түсінгеніміз адамдардың кәсібі дегенімізде бағана сабақтың басында айтып кеттік, олар немен қандай немен айналысты деді? Аңшылықпен, терішілікпен, малшылықпен айналысты деді. Жақсы, керемет. Олай болатын болса, бүгінгі бізде мына жерде келесі жібек жолы станциясы дейді. Бұларда аты айтып тұрғандай, біз жібек жолы туралы ауызша бұларда, иә? Ұлы жібек жолы дегенді білеміз, иә? Бұл ұлы жібек жолы немен нені байланыстырады, балалар? Қай жақты байланыстырады? Қытай мен Еуропа. Қытай дегеніміз Қазақстан шығысы, ал Еуропа біздің немізде батысымызда. Яғни осы екеуі байланыстыратын жібек жолы, иә? Яғни жібек жолында қандай жақсы нәрселер болды? Керуен жолдары, яғни керуен жолының бойында түрлі қалалар пайда болды. Соның нәтижесінде біздің қазақтардың жағдайы сол кезде де көтерілді. Жақсы. Енді келесі соңғы аялдамамыз біздің соңғы аялдамамыз қазір несінде айтамыз. Яғни соңғысы, яғни біз өзіміздің бүгінгі неміздің шегіне келдік. Бұларда соңғы станция бұның тапсырмасын қазір береді. Яғни соңғы станция деп тұрғанымыз бұл бізде жеке жұмыс болады. Түсінікті ма? Жеке жұмыс дегенде әрқайсымыз бөлек жасаймыз. Сондықтан мына тапсырма берілген. Осы тапсырмада әрқайсымыз жеке, яғни карта беріліп тұр, осы картаға байланысты астында дескриптор тұр. Дескрипторда жазулы тұр. Яғни не жасаймыз? Яғни бұларда белгілі. Картаға қарап отырып, дескриптордағы тапсырмаға қарап отырып, Қазақстанның қай аймағында қандай кәсіп болды, пайда болды, кәсіппен айналысты немесе. Жоқ, ұлы жібек жолы емес, бүгінгі біздің тапсырмамыздағы соңғы нүктеміз. Яғни алғашқы адамға ұлы жібек жолы аяқталды, оны жаңа айтып кеттік. Енді бізде түсінбедік па? Кәсіп картасын тапсырып қойғам.
жеке-жеке, аймақ пен кәсіпті байланыстырады. Яғни Қазақстанның жаңа айтып қой, батысында қандай кәсіппен айналысты? Солтүстігінде қандай? Оңтүстігінде қандай? Шығысында қандай? Яғни мына арада дискрипторымызды қараймыз. Яғни мына жерде астында фамилиямызды жазамыз мына араға, иә? Сосын мына дискриптор қарау бірінші қай аймақта ойланамыз? Кәсіп қай аймақта дамыды Қазақстанның? Қай өңірінде адамдар өмір сүріп, оңтүстігінде олай болатын болса, оларда қандай адамдар қандай кәсіппен айналысты деп ойлайсың? Бірден егін шаруашылығы иша, мал шаруашылығында оның бәрі бар, бірақ ең алғашқы адамда балық аулау, аң аулау, терімшілік керемет. Оңтүстік өңірде сондай пайда болды. Олай болатын болса, оңтүстік өңірді қайтадан табамыз да соған терімшілік, аңшылық және балық аулау деп жазамыз. Қайтадан оңтүстік өңірді табамыз. Тездетеміз. Қазақстанның оңтүстігі қайсы? Жаңа айтып кеттім ғой. Міне оңтүстігі, солтүстігі, шығыс, батыс. Олай болатын болса, осы аймақтардың қайындай жаңағы кәсіпіміз қай өңірде дамыды? Соны тек бір сөзбен жазамыз. Егер түсінікті ма? Әр дұрыс жауаптарға 2 балдар қойылады. Астына фамилияларын жазып, дұрыс жауаптарды астына жазамыз. Тағы. Кім айтады? Яғни жеке жұмыс болғанда ешкімге қарамаймыз, әрқайсымыз өзіміз орындаймыз, иә? Жаңа айтты, жаңа көрсетіп жібердім мен саған. Қазақстанның мына нені қайтадан көрсетші, оңтүстік өңір қай? Керемет, енді сол араға қандай кәсіптер дамыды деді оңтүстікте. Өйткені ол адамдарға не болды деді? Жылы, жайлы болды деді. Сондықтан алғашқы адамдар оңтүстік өңірде көбіне не істеді? Өмір сүрген жасайды араға. Қандай жаңағы? Қандай не? Мына жерге жазамыз, терімшілік, иә? Терімшілік. Ал қазіргі заманмен салыстырып отырып пайдалануға болады, иә? Ежелгі заманда оңтүстік жақты мекенде. Ал қазіргі заманда мал шаруашылығы осы Қазақстанның қай өңірінде дамыды деп ойлайсыңдар? Шығыста ма? Қай өңірінде? Батыс өңірінде. Өйткені онда қандай? Батыс Қазақстан жақтары, өйткені олар жайлығына ыңғайлы. Жаңа Қазақстан оңтүстікке қарағанда ояқта қандай ауа райы? Қолайлы. Одан кейін егін шаруашылығы қай жақта дамыды деп ойлаймыз, ауызша айтып көрейік. Егін шаруашылығы. Жазамыз. Айтқанымызды түсіріп отырамыз. Қазір бұның бәрі бағаланады. Яғни батыста мал шаруашылығы дедік, иә? Батыста мал шаруашылығы дедік. Енді бізде солтүстік жағымызға, иә? Солтүстік. Солтүстікте не болады деп ойлаймыз? Ойлап көрейікші. Керемет, егіншілік. Өйткені жазамыз. Егіншілік дамы. Яғни әр дұрыс жауабымызға өзіміз 2 балда төмен жақта бағалап отырамыз. Нәтижеге атымызды жазып береміз. Атымызды жазамыз, фамилиямызды. Сосын әр дұрыс жауабын дегенде істейміз, өзіміз қойып отырамыз. Сонымен балалар қарайықшы. Бәріміз маған қарайық. Яғни қайда кеткеніміз бұл арада өздерін бағалап аласыздар. Жастар оқыған оқушыларымыздар бар екен ішінде. Яғни мына жерде біз жаңа айтты, бұның барлығы ежелгі адамдардың бастап кездегі несі? Бүгінгі өмір сүру ортасы, яғни сол ежелгі адамдарға Қазақстанға саяхат жасады. Олай болатын болса, сабақты аялдамамыздың соңында, яғни біз жаңа айтып кеттік, не деді? Қандай аймақта, қандай кәсіптермен айналысты деді. Өйткені біз айттық, ана керемет балдар оңтүстік өңір деп жатырмыз. Оңтүстік өңір соның ішінде Қаратау жотасы ежелгі адамдардың өмір сүруіне қолайлы болды. Өйткені ол жылы болды. Сондықтан олар үй жай салған жоқ, олар өңірлерде тұрып, және өздеріне қажетті жан-жануарларды асырап жеді соларды. Одан кейін мал шаруашылығы батыста дедік, яғни түйе малдарын өсірді. Яғни батыс сол мал шаруашылығын өсіруге қолайлы аймақ болды. Ал егін шаруашылығы деп ол солтүстік Қазақстан деп таңдады. Яғни таңдағандарымыз осы дұрыс жауап таңдағандарымыз 2 деген балды қойып белгілеп отырмыз. Солтүстік Қазақстан. Өйткені бұл егін шаруашылығына қолайлы климат сондай болды. Ал бұның бір несі қазіргі таңда 1954 жылы мысалы осы солтүстік өңірде не істеді? Тың игеруге қатысты. Яғни тың және тыңайған жерде игеру дегеніміз ол келесі нелерде жобасын өтеміз. Яғни егін шаруашылығының істеді жерлерді дайындады. Жақсы. Одан кейін келесі енді біздің тапсырмамыз
Бүгінгі сабақтан біз не үйрендік, не білдік, иә, соны бір жаңағы мен сіздерге мынандай парақтастаған астында, иә, мынандай осыған бүгінгі сабақтан не түсіндік, не үйрендік, не білдік, соны аламыз да жаңағы қоржынымыздан істейміз, саламыз. Мынаның барлығын өздерінің белгілерінде өздерінде, иә, мен келесіде өзі тексеремін, иә, яғни мына жерде жұлдыз барлық өңірді қалыптасқан иә, егіншілік, мал шаруашылығы, оңтүстік аңшылық дұрыс. Келесі мынада енді бұл істе мен артынан естедім, кішкентай артыма беріледі, суретті естіп алдық, жазып алдық, иә. Келесі. Енді бүгінгі сабақта не түсіндік, не үйрендік, соны естіміз. Не ол жаңбыр сен түсінме алдың, әне? Біз бағанадан бері. Жақсы, мен не парақ бердім ба? Мына парақты аламыз. Осыған бүгінгі сабақта сен не үйрендің, не түсіндің, не білдің, соны артына жазасың да, ана қоржын ұяшығына несіне қоржынға саламыз, иә? Болдық па? Қоржынға келіп, жаңағы өздерінің сұрақтарыңды салуларға болады. Үйге осы ежелгі Қазақстанға саяхат деген тақырыпты істейміз, жақсылап оқып келеміз, иә? Жақсы, қош сау болыңыздар. Сау болыңыз.